Ежелгі мысырлықтардың мысыққа табынғанын білесіз бе? Ендеше арнамызға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ежелгі мысырлықтар мыңдаған жылдар бойы көптеген жануарларға табынған. Жануарлар әртүрлі себептермен құрметтелді. Иттерді қорғау және аң аулау қабілеті үшін бағалады. Бірақ мысықтар ең ерекше деп саналды. Мысырлықтар мысықтарды сиқырлы жаратылыстар деп есептеді. Оларды асырайтын адамдардың үнемі жолы болады деп санаған. Бір қызығы, мысықтар өте қымбат жануар болған. Сондықтан оны тек бай адамдар асыраған. Ғалымдардың зерттеуінше, ежелгі Египетте мысықтар біздің заманымызға дейін 3000 жылдықта қолға үйретіле бастаған. Ежелгі мысырлықтар үшін қолға үйретілген мысықтар аса қажетті болған. Ең алдымен ежелгі Египет жері шұрайлы, шөбі шүйгін, малға да, адамға да жайлы жер болған. Жерінің құнарлығының арқасында тұрғындар егіншілікпен айналысқан. Егіншілікпен айналысатын кез келген елдің басты жауы кеміргіштер. Әуелі мысықтар кеміргіштермен және жыландармен күресте бағаланған. Одан бөлек мысықтар егеуқұйрықтардың көзін құртып, адамдарды түрлі ауру сырқаудан сақтап қалған. Осылайша мысықтар ежелгі мысырлықтар үшін аса құрметті жануар болып саналған. Тіпті мысықтарды құдайдай көріп табынған. Олардың сенімінде басты есімді құдай үйге бақыт пен береке әкеледі мыс. Мысыр мифологиясына сәйкес, құдайлар мен құдайлардың өздерін әртүрлі жануарларға айналдыру күші болған. Тек бір құдайдың, Бастет атты құдайдың мысыққа айналу құдіреті болды. Баст әйел пішінді, бірақ басы мысықтың басы. Мысықтың берер пайдасы мен қасиетті болған үшін оған жұрт табынған. Осы қымбат үй жануарларын құрметтеу үшін ауқатты отбасылар оларға зергерлік бұйымдар кигізіп, лайықты тағамдармен тамақтандырған. Ежелгі Мысыр өнері мысықтардың кез келген түрінің мүсіндері мен суреттерін көрсетеді. Мысықтың ерекше болғаны сонша, оларды кездейсоқ өлтіргендер өлім жазасына кесілді. Мысықтардың күннің астында ұйықтауға деген құштарлығы және түнде көру қабілеті мысырлықтарды еріксіз таң қалдырған. Үй жануарлары ретінде қастерлеген мысықтарды мүмкін ақырет өмірінде иелеріне қосылсын деген үмітпен мумиялаған. Кейбір мысық мумияларын талдау кезінде олардың құрамында адамдарда қолданылатын бальзамдайтын материалдардың бар екенінде анықталған. Осыған байланысты кейбір зерттеушілер кем дегенде кейбір мысықтар үшін бальзамдаушылар оларды адамдар үшін жасағандай кейінгі өмірге дайындау үшін көп уақыт пен қамқорлық қажет деп санайды. Тарих ғылымының атасы Геродот өзінің жазбаларында үйдегі сүйікті мысық өлгенде мысырлықтар қастарын қырып тастайтын да жазған. Бұл аза тұтудың белгісі болды. Бұл кезең олардың қабағы көтерілген кезде ресми түрде аяқталды деп есептелді. Мысықтар қатты құрметтелсе де, дәлелдер мысықтарды дүние құрбандық үшін арнайы өсіргенінде көрсетеді. Діни қызметкерлер мысықтарды өсіріп, содан кейін оларды өлтіріп, мумиялап, Бастетке арнау ретінде берген. Құрбандыққа сұраныстың жоғары болғаны соншалықты айналаға мысықтар жетпеген. Дегенмен, мысырлықтардың жануарға деген сүйіспеншілігі мысықтың танымал болуына үлкен ықпал етті деген пікір бар.
көне мысырлықтардың арқасында мысықтар біз білетін және жақсы көретін үй жануарларына айналды.